Армысың телекөрермендер, Ботай Ньюс YouTube каналында Самаратпен сұхбат. Бүгінгі бағдарламаның қонағы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, композитор Жоламан Тұрсынбаев. Жоламан аға, қыздырлы Қызылжарға қош келдіңіз. Рахмет. Сізді Қыз қарағай әнімен жақсы танимыз. Осы әннің тарихын айтып берсеңіз. Бұл ән әрине ұлы жазушы, кемеңгер жазушы, қазақтың кемеңгер жазушысы, осы солтүстік өңірінің тумасы Ғабит, академик жазушы Ғабит Мүсіреповке арналған. Өзі мәтіннен білініп тұр ғой, ауылында бар ағаның Қыз қарағай деген. Сол Жаңа Жол деген ауыл осы солтүстіктің шеті, осы одан кейін Қостанай облысы басталады. Сондай рельефі, жалпы сол жердің Жамбыл облысының рельефі керемет. Төмен, жоғары, орманды, нулы, тоғайлы. Сол 1981 жылы мені Ғабең ішіндегі ең жас жағының кішісі мен болдым. Сол делегация құрамына қосып, сондай үлкен жауапкершілік артты деп ойладым. Соның ішінде қараңыздар, қазақтың атақты атынан ат үркетін ақын Ғафу Қайырбеков, Сәкен Жүнісов, сосын мына сол кездегі өнер баспасының жақында ашылған сол кезде директоры Мақсұтжан Әубәкіров деген болдық. Сосын мен. Әрине, соның делегацияның бәйтерегі, шынары ол Ғабең болды. Ғабеңнің жанында, Ғабең өзінің қызы немересін ертіп апарды. Сол жылы, 81 жылы солтүстік өңірінде қатты қуаңшылық болды. Ғабеңнің ерекшелігі, бұл кісі еліне, туған жеріне көп келе бермейтін. Себебі ол өзі табиғатынан өте кірпияз, біреу өзінің несінегі міндетін артпайтын, ауыртпашылық түсірмейтін сондай адам болатын. Соны қайта шақырғанда анда-санда ғана бір келіп, енді тіпті ол кісінің елге келуі саусақпен санарлықтай санда. Бірақ сол жылы, 81 жылы, ол кісі бір жылдан кейін 80-ге толатын. Оған келісім берді, бірақ артынан айныды. Себебі қуаңшылықты естіп, елге ауыртпалық түсірмейін деп. Сондағы Нел Болатбаев деген облыстық атқару комитетінің төрағасы өзі шақырып, қайта звондап, содан кейін ғана келісім беріп, соған бардық. Сонда мен өз басым, енді анау Қызылжарға қараған, Қызылжар мен Жаңа Жолдың арасы ең шалғай жер ғой енді. Сонда сол мәшінемен қарсы алып, алдымызда милиция, сонымен керемет халықтың несі, жүрегі, халықтың пиғылы, елдің пиғылы керемет болды. Ана қуаңшылық қарамастан, қиындық қарамастан. Ғабең да соны көргеннен кейін қозғалақтап, бойына қан жүгіріп, ойына ой жүгіріп деген сияқты шабыттанды. Соның манағы екінші күні бірден сол мені Қыз қарағайға апарыңыздар деп сөйтті. Қыз қарағай түсінбедік. Оны қойған, қазақта Қыз қарағай деген ұғым жоқ қой, сөз болмаған. Ұрғашы қарағай дейді. Тағы бірден қарағай. Ғабең қойған аты екен Қыз қарағай деп. Сонда көрдім, сондай
биік бәйтерек енді бәйтерек. Сосын несі сұлу. Маңайында қайыңдар жалғыз өсіп сөйтіп. Сәукері киіп отырған қыздай, Иә, сонда ғабен келіп, бұған дейін бір келгендерінде, соны бас қойып, бұтақ қойып, өзі барып, манағы мәшесі далаға қойып, бұтағында отырады екен манағы. Қыз қарағай деп. Сосын дос көліне барады екен. Енді әркімнің өзінің туған жері әрине атамекен ыстық, оны бәріміз білеміз, жанымызда, жадымызда. Бірақ ғабеннің оның несі ол үлкен дүниеге айналды, шығармаға эпохалық мәні бар. Оның бір ұлпан десек, мен қателеспейтін шығармын. Вот сонда барған кезде бәріміз ананы көрген кезде осы қарағай ағаштар көп екен ояқта. Қарағай жаңа жолда. Қайын қарағай, теректер өте аз. Сонда шабыттан Ғафу Қайырбек деген ақын ақсақалымыз маған қайта қолға салып, ән жасайық мен саған деп. Мен тартыншақтап, үлкен жауапкершілік деп. Соның үшінші күні маған текст салып келді, Мақсатқа кіріп жазған қол. Ауылында бір ағаның қызғарағай рефрен. Үшеуінде қайталанып отырады. Біз мына музыканттар қысқа сөйлегенді жақсы көреміз. Қалғанын музыка айтса жақсы. Музыканың сөзі бұл өте афоризм деп айтуға болады. Егер тем более ән болса, дұрыс шыққан ән болса. Сол қысқасы соны алып, жазып, бірден қайырмасын оны сөз керегі жоқ. Қызғарағай, жалғыз өсіп асқақтап тұрды. Қызғарағай, өзі мекен ағаның қызғарағай деп мына сөзін қайталайды. Төртінші жолдың шумақтың төртінші жолдың. Сондай ән туды. Сол келгенде мен айтқан жоқпын ешкімге сондай ән. Ғабен ондай өте жауапкершілік. Күмән көп. Сол бірден келіп, Ғабен екеуміз бірге қайттық. Ол кісі Қарағандыда, пойызбен бірге қайттық. Қарағандыда Евгений Букетов академия қарсы алды, Қарағандыда түсіп қалды. Мен Арманға елге барып, сол отырып, күн түні жазып, оркестровкасын жасап, ол кезде Қазақ радиосында эстрадалық симфониялық оркестр болатын. Рахат жасап бәрін дайын күйінде апарып беріп, пепитрға қойып, дирижер айтты, Гурьянов деген құттықтады. А чем эта песня деп, мен тілім кеткенше айттым, осындай деп. Біз дайынбыз деді. Сосын Бибігүл Төлегеноваға звондап, Бибігүл Ахмет қызына звондап, кел деді. Кел ғой, ол бірден сен деп сөйлейді. Кел, опера театрының әншісі саған кел. Жүріп бардым, алып, айт. Жарайды, қой, түсіндім, қиын емес екен деп. Сосын пленкаға жазылды, студияның уақытын алып, 2 дубль жасады, екінші дубльін алдық, бірден. Меркен Баятақып деген дыбыс режиссер болатын, өте бір сондай сапалы жұмыс істейтін жарықтық, жатқан жерін жарық болсын. Сол жазып, бәрі жиналып, айналасын бәрі айналамыз. Ана келді тыңдап, мына Бибігүл Төлегенова келді. Сосын сол ән көркемдік кеңесін өтті, үйтті, ақыры сол біртіндеп. Сондай ән ғой, бірден нетпей шығып, кетіп, сол ән солай туды, солай шырқалды. Енді Ғабит Дос көліне барғанда бұрынғы махаббатын кездестірді ме? Жоқ, ауылында, елінде бәріміз жиналып отырмыз ғой. Ауылдан нетіп келіп, неде анау бір
орманның қойнауында, Мгм. сонда қанша құдай бір он шақты киіз үй тіккен, соған ғабең аралап жүріп, артында біз жүрміз. Сонда бір киіз үйдің маңында адамдар толып тұр екен, келіп ғабең бұлар қарап, сонда бір әжей, сұлу әжей, шын айтайық, сұлу әжей. Оның фотосы бар менде. Соны көріп, мен фотоаппаратпен барғанмын. Ол кезде мен фотограф болатын, түсіріп. Мұнда менде бар, ғабеңмен түскен сол кездегі. Сонда ана кісі былай ұялып, жаңағы әжей, ғабең жанына келіп, келсейші жаныма, келсейші деп. Акасы ғабеңнің ғашық болған қыз екен сол кездегі. Атын ұмытып қалдым, не айтып еді адамдар. Сол. Сосын ғабең өзі радиодан тыңдады. Қазақ радиосын берген кезде уақытын бәрін тыңдап, оны Дәмеш Құрманкина жақсы біледі. Дәмеш Құрманкина деген ғабеңнің қызы фактически, кәдімгі туысқандары. Сол музыка училищесін сіріп, мен сон документтерін апарып көмектескен менде. Сол жақсы біледі. Ғабең үйінде тұрды бір уақытта. Ғабең тыңдап, сосын мен звондадым ғой, не болғаннан кейін телефонмен. Пауза. Сондай, үндеген жоқ. Сосын айтады. Ал, ну что же, аманжол, я поздравляю. И сочно, и точно шыққан деп сөйтті. Бітті. Ғабең өзі тыңдап кетті. Сол әнін көп адамдар біледі, ғабең арналған. Соған мен бақыттымын, қуаныштымын, бақыттымын. Енді қыз қарағайдан кейін Есілбой Қызылжар ойымызға оралып отыр. Есілбой Қызылжар әнінің тарихы осыған ұқсас қой. Иә, екі ән жаздық. Бірінші жыл Қызарағай, сосын екінші Есілбой. Оны жазған, өлеңін жазған Мақсұтжан Әубәкіров. Ол Мақсұтжан Әубәкіров деген ағамыз осы жердің тумасы, солтүстіктің тумасы. Сыздықбай деген оның немере ағасы. Осы Жекегөл деген ауылда біз оқыдық, сонда 4-ші класста сабақ берген бізге. Фронтовик. Сол біздің басып. В общем, сондай не болатын, жан-жақты 8 сер нағыз. 8 қырлы бір сырлы азамат. Жаза алатын, сөйлей алатын. Ана ЦК-да жұмыс істеген орталық комитетте. Сосын осында не келіп, бірақ өкінішке орай ерте қайтыс болып кетті. Жалпы өте дарынды адам еді. Сол Есілбой Қызылжар дегенде оны Жұмат Махамбетов жазды, айтты. Әрине, Жұмат Махамбетов бір төлегенім емес, бәрі әншіге байланысты. Мен ойлаймын, бұл ән сондай дұрыс туынды деп ойлаймын. Оны бір пленум болғанда, оны да Ғабең шақырып тыңдатқыздым. Ғабең құттықтады, маған ұнады. Жұмат Махамбетов орындап. Көп адамдар өз коллегаларын іштарлықпен қарады, мана қызғанып. Тарихы дастан деп. Сосын жалпы менің әнім осы елге деген айналайын Қызылжар деген Серік Тұрғынбекұлы жазған. Туған далам, отанам, қалған мұра бабадан, қалған мұра атадан, Қызылжар деп атыңды бабам өзі атаған деп. Салтанатым сәнімсің, махаббатым әнімсің, айналайын Қызылжар, бақытымсың, сәнімсің. Жалғыз өзің бір қалам, шежірелі жыр қалам, Абылайдың мекені Мағжан ақын жырлаған деп. Әнші жоқ. Бұл ән бірден кететін ән. Сосын Мағжан, әрине, мені сұрағанда, қай елдің азаматысың деп кейде сұрағанда, Мағжанның елінен деймін. Мағжанға да сол, менің ойымша,
хит болатын бір 2-3 дүние жаздым. Сондай адам мен енді сұранып, тіленіп. Сол Мағжанның сөзіне жазылған Айдын шалқақ көлім ай қазақ тілі деген 2 ән ғой. 2 ән, тағы бір әндерім бар. Қысқасы орындаушыға байланысты. Бізде әсіресе қазір орындаушылар бір шоумен кеткен. Сол қадірін тем более кім шықты? Димаш. Ол Димаштың дауысы бар ғой. Ол қандай шоу болса көтере алады. Бір не ететін. Мынандай ойлы, биязы сондай әндер. Сосын кәсібилік жоқ. Сондықтан да жалпы мынау қазақ журналистикасы. Мен өзім 2-ші мамандығым журналистика. Мәселе қазақ радиосы. Бұл үлкен әңгіме, үлкен тақырып. 50-ші жылдары, 60-ші жылдары қазақты қазақ етіп рухани әлемді ұстаған ол қазақ радиосы деп ойлаймын. Неге десеңіз, радиомен, ауылдарда бәрімен айтып, бір шалқардың өзінеге тұрады. Сол біздің ауылда шалғай ауыл, Родин деген приемник бар, оның батареясы бар, үлкен кірпіштей мынандай. Сонда әкем туған інісінің үйінде болатын, бір ауылда бір ғана. Сол антеннасын тартып, көтеріп, сонда 8:30-да тікелей 50-ші жылдардың аяғында концерт болады, тікелей Алматыдан. Сонда бәрі жиналып, қолдарына құрты бар, кәмпиті бар, кішкене дорбасын салған ет-меті бар, сонда кішігірім той болады манағы неткенде. Сонда Садай деген азамат болды бізде, жас жігіт ол кезде, 14-15 жастағы, бізден үлкен. Сонда абсолютный память болады. Сіздер сенбейсіздер, менің көзімен көрдім. Дауысы выдающийся дауыс. Робертини Лоретти далада қалады. Тенор дауыс болатын. Жамал Омарованың айтқан өлеңдерін манағы. Келесі күн сөзіне дейін жаттап манағы, бәріне дейін келесі тойда шілдеханада айтып отырады. Вот солай қазақ солай өскен. Қазақтың еске сақтау қасиеті мықты болған. Сондықтан да біз осының жырларымызды, әндерімізді. Қазақтың өнері, қазақтың вообще табиғаты, рухани табиғаты. Екі діңгектер тұрады. Біреуі музыкасы, оны Ахмет Байтұрсынов әуез деген, екіншісі ауыз әдебиеті, жыр. Біздегідей музыка ешбір халықта жоқ деп айта аламын. Мен музыкант, кәсіби музыкант ретінде. Мәселе Құрманғазының Сағаға күйі 1 минут 17 секунд жүреді. 1 минут 17 секунд. Әлемнің ең озық музыкасы дейміз. Әсіресе Еуропаның. Ол Бетховеннің 9 симфониясы. 4 бөлімді 9 симфониясы. Сонда ең соңында симфония деген оркестр орындайды. Ол бірінші рет хорды кіргізген. Шиллердің Ода к радости дейді. Соны қолданған. Ода к радости. Сол қазір Евросоюздың, Евроодақтың гимні. Я сол манағы. Сол 47 минут жүреді. Адам деген не, қалай қиындықтан өтеді, үйтеді 47 минут. Құндылық деген не, осындай. Қазақ кім дегенде алып Сарыарқан ойнап берсе, қазақтың кім екенін, оның құндылықтары қандай, оның жүрегі қандай, оның іскерлігі қандай, күші қандай, бәрісі құрмаған. 1 минут 17 секунд айтып береді. Қазақта уақыт болмаған, артық уақыт болмаған. Көшіп қонды, бәрі график. Мынау сияқты мен сияқты жазбаған мынандай қылып. Нотаға бірдеңе жазбаған. Мынау нота қағаз. Жазба бәрі памятный. Сосын айтады көшіп қонғанда, мәселен мен сенің жеріңе кіре алмаймын мен. Кірдім ба, айып төлеймін. Колоссальный айып төлеймін. Малдарым кіріп кетіп шөбің жақпайса. Жанжал, скандал, мировой.
сол мен жүріп, содан кейін ең аз деген 500 жылқы болған. Ол кедей бай. Бай деген ол средний класс. Ана мен сіздерге оқып беремін, Құдайберген Жұбановтың атылар алдында айтқан сөзі. Бай деген, байство деген не деген сөз. Сол 37 жылы Құдайберген Жұбанов айтқан, бізге либеральный буржуазный мемлекет құруымыз керек деген. Социализм бізді құртып жатыр қазір деген. Конечно, ол атылады. Ондай сөзді әлі де айта алмай отырмыз біз. 37 жасында, 38 жасында. Мағжандар да солай кеткен. Сондай жандары қиған. Енді Жоламан аға, және осы Қыз қарағай, Есіл бойы Қызжар әндеріне мәтін жазған Мақсатжан Әубәкіровтың есімі бүгінгі таңда аталмай жүр. Неліктен? Аталмайды. Егер сіздер сол әнді жаңартып, жаңартқанда сол әнші тауып, айтып, бір адам шығып, көтеріп, айтып, бір хабар ұйымдастырып, Мақсатжан Әубәкіров кім? Оның кімі қалды қазір? Сәбира деген жолдасы бар ма жоқ па білмеймін. Бар ма жоқ па? Соны тауып, сөйлетіп, мені шақыртып. Міне, ұрпақ жалғасы деген осы. Басқа ешкім, қазақтың туысы, бауыры тек қана қазақ. Аны өзбек емес, түрік емес, аны біз сөйлеп айтамыз. Қытай тем орыс көрдік. Бәрі өзімізге байланысты. Біз ойлаймыз, ой, анау виноват, мынау виноват, анау істейтін. Қазір біз өзімізде бәрі. Пахать надо, пахать. Сафуанды кім шығарып жатыр? Кім іздеп жатыр? Бар ма ондай? Бар. Бар ма? Ислам Зекбаев бар ма? Жоқ. Неге жоқ? Например. Қазір, мысалы... Өрнектің ақынымын, өрнектің шыққан. Қазір біреуді насихаттайтын болсақ, өз атанды, өз ағанды қыстыра бермеңдер деп соқсапсан шошайтатын да бар. Бұның бәрі бұлшық сөз. Егер мынау елдік дәрежедегі ақын болса, ол Ислам Зекбаев сондай ақын. Елдік дәрежедегі. Әрқашан мақтан жүретін. Мен солтүстіктемін. Өрнек менің ауылым деп мына жақын тартып. Сафуан ағамыз да солай. Шаймерден Қарашоның әйелі сондай жасап отыр. Ербол Шаймерден. Жасау керек. Жасағанда әдемі жасау керек. Болтать не надо, делать надо деген сияқты. Мақсатжан Әубәкіров қандай азамат еді? Ол несі кіші жүз түбі кіші жүз жағалбайлы. Жалпы мынау біздің солтүстік. Енді мен білуімше Атығайлардың жері Қарағанды облысы. Түпкілік жері. Жаңарқа қазір. Жаңарқа. Сонда жоңғалар шапқан кезде, ең бір соларға тиіс шапқан. Сол кезде келіп, жан айқай шығып, хабар береді. Біз Керей еліне келсек деп. Какой разговор? Сон бүткіл Атығай, қарауылдар, қопарлы қосына көшіп келген. Ан жақта Атығайлар жоқ. Келген. Бәрі қазақтың жері. Ол не деді іштеңі, сол сияқты Мақсатжан Әубәкіров орысшасы өте білімдар адам болды, интеллектуал. Орысша, қазақшасы бірдей болады. Ақындық қасиет жаңағы осындай. Мынанда аз дүние болса, сосын бір өлердің алдында қайтатын кезінде бір роман жазды ол кісі. Бір үмітпен өмір сүр.
Қандай? бір үмітпен өмір сүр. Сен оқыдыңдар ма? Студенттер өміріне арналған. Оқыдың ба? Иә. Қалай, ұнады ма? Зейнолла Серікқали жоғары бағасын берген. Иә. Бәрі дос болатын. Зейнолла Серікқали, бәрі керемет. Соны неге көтермеске? Біз баяғы әлі күнге дейін жүрміз. Шекспир өмірде болған ба, болмаған ба? Міне, болған көкі, мына ұрпағы бар мұнда. Бірақ бәрі қысыра беруі болмайды. Мен айтайын сіздерге, мен білетін әндер оның. Қауқартас. Ажарың ашық екен, атқан таңдай. Бірақ Ерлан Рысқали ол халық әні Сегізсерге қатысы жоқ деді ғой. Қазір айтамын. Бір. Екінші. Айқаба қалдың кірпік қазален кел десең. Насқонар. Айдидарың ау болады ма ғашық. Ат қайда, ақба қайдай ой, шаппай желге. Еркем айдан екерсің айдындағы шашақтың жалауlatқан. Міне, 10 шақты әні бар. Бәрі мажорлы жазылған, кең тынысты. Сосын ішкендері сондай сұлу. Жыланға әйкен айтады, ананы айтады, жоқ, оның әндері емес ол. Оның әндері мынау деген сияқты. Соны не талмай жүрміз. Ал ана кімге Рысқалиге келетін болсақ, Қайрат Байбосынов келетін болсақ, Қайрат Байбосынов мен сен арқаның әндерін енді айтып жүрсің. Сен болмағанда жұлып қалатын еді. Сен неге айтпайсың десін. Маған Жүсекең оны сөз айтқан жоқ деді. Болды деп айтқан жоқ деп. Соны сөзі Қайрат Байбосыновтың өзі. Сөзі көбіне кәдімгі учитель деген сияқты. А мен ана ұрдым олардың учителін, ұнатып. Түкірдім мен олардың учителін. Учитель дейді. Рысқали ол мына Семейдің несі, керейі. Алла тағала оған дауыс берген. Тек Серкебаевтың бір түрі, Ермек ағамыздың, тек өзіне ғана жұмыс істейді. Осында бір нелерін келіп нетіп алған, соны қосады, келеді де алып кетеді, анша ақшасын алады, несін алады, анда барады, ақшасын алады, несін алады деген сияқты. Қазір мына Қазақконцерттің зам директоры отыр, істесін, өсін. Істелмейді оны. Өз үшін жасаған адам. Енді адамсып, сөйтіп егер үйдеп айтса, ол күнә. Қауқарда Сегізсердің ең әндерінің мұнарасы. Ондай қазақта сұлу ән жоқ. Ондай қазақта екі ән бар. Біруі Құсни Қорлан, Естайдың. Ол трагедиялық тұрғыда. Мынау. Причем әндердің бәрі кіші жүздің қыздарына арналған. Бәрі. Ана Айдода болғанда соң қашып барып. Бұл Сырымдатовтың туған әпкесінің немересі осы. Туған әпкесінің. Бізге оны біздің нағашы жұртымыз кіші жүз Сырымдатовтың руғанда еді. Сол Оралдағы. Сол айтайын деген, бар нәрсен жоқ деу, адамдар жоқ нәрсе бар деп жатыр қазір. Содан нетіп, сосын бұған араласпау керек, білмейтін адамдар. Ана Серік Оспанов қой, ол көп дүние жазады. Сосын мен айтым, айтсыңшы, мен даже нотаға түсіріп қойдым. Әндерін списогын жасап. Ананы әйкедай дейме, ананы неткет үйретпей, жоқ. Ол болмайды ол. Сосын мен нотасын түсіріп беріп едім. Сосын мен кейбір ноталарын алып, басқаның нотасын жазған. Бұның не дедім? Болмайды ол көкі. Сен білмейтін нәрсеңе араласпа. Бұл кісі сол кезде бағы жанбаған адам. Сол Серік Оспановтың айтуынша, Димаш Құдайберген орындап жүрген Дайдидау
сегіз серінің әні дейді. Ал Димаштың айтуынша ол Мағжан Жұмабаевтың әні дейді. Жоқ. Дайдида кімнің әні нақты? Білмедім, бұл халық әні деп есептеймін. Мағжандікі деп айта алмаймын. Бұл Мағжанның өзі мүмкін Дайдиду сегіз серінің әні емес. Это однозначно. Структура басқа, интонациясы басқа. Ол әркімнің өзінің мәселен Моцарт ойнаған кезде бірді айтамыз, мынау Моцарт, мынау Бетховен міне, мынау Рахмадиев, мынау Жұбанова, мен айта аламын. Сосын әркімнің өзінің келбеті болады. Сондықтан сегіз серінің несі бөлек. Сондықтан да оның бәрі кімәге Ақан, Біржан, Үкілі Ыбырай, Жайы Мұса. Ана мен Ахмет Жұбанов туралы ізденіп мен мақала жаздым. Мақала жазғанда мен ізденем бұлай. Не просто сөйтіп, сондай адам мынау еді деп ізденіп. Сонда Құдайберген Жұбанов болғаннан кейін мен нетім көрістім жаңа атылардың алдында. Бұл кісі керемет жан-жақты адам болған. Әлемнің 16 тілін білген адам. Әлемнің 16 тілін тек представляешь? 16 тіл. Соның ішінде неміс тілі, испан тілі, бүкіл араб тілі, сосын мына түркілердің барлық тілдері, орыс тілі, самасы бай. Соның бәрін қосқанда испан тілі, неміс тілі 16 тіл болған, тіл білген. Откуда? Он гений. Сонда күй деген не? Ең бірінші қазақтан шыққан доктор филология. Ахмет Жұбанов жетекті бар Ленинград консерваториясында істеген сол. Сонда анау неде өзінің Ақмола облысында несі бар, конкретно үйі бар анда. Сонда пьеса қойған. Жайы Мұсаның дастаны бар. Мақпал сері деген, Мақпал 8 деген. Соны Айман Шолпанды қояды, соны ұйымдастырып үйінде. Сонда дейді, Мақпал 8 деген пьеса қойған. Мақпал 8. Мақпал деген, Мақпал соң әні, кстати, Мақпал серінің әні 8. Ол ана Қызылорда облысында Мақпал көлі бар ғой, сонымен байланысты ғой? Жоқ, Мақпал деген қыздың аты. Қыздың аты. Сол қыздың құрметіне қойған жоқ па? Қыздың атын жоқ, оны білмедім. Сол манағы, даже сол неге қанша адамдар жазды. Сонда болған, үйткені, бірақ жоқ, әрине. Біз солтүстік Қазақстан әбден енді ең теперіш көрген халықпыз. Міне, мынау қазір мәслихат тұрған ғимарат, асты айналасы мұсылман зираты. Мен 61 жыл осында оқуға келгенде, онда 14 жаста бол. Білмейміз ғой. Сонда бір анау салынып отыр, бітіріп қойған 4-ші этажын. Мына жағындағы нелер әлі, зират, мына неге граниттен қалақ, арабша жазылған, уже өшірілген неткен көне зират. Сонағы бульдозердің бәрін сырып, сонда көрдік. Соны бірақта ішіне шықтан құлады деп. Бірақ ана бітірген мын жақ, оң жағында қанаты құлап. Акастан үңгір астында бір. Мына сұлтандардың зираттары 6 метр болады екен ғой. Батырлардікі 3 метр. Ең не сол андай кеңістігі. Сол қопарылып түскен. Сол зираттың үстіне тұр. Мағжанның әкесі де осында қойылған. Облыстық мәселе. Сосын барып, символистский, сүйеғанды. Ана жерді тұр, құлпытасы. Это символистский қойған. Білетін адам қойған. Анда қоймайды ғой, құлпытасты. Онда көп адамдар неткен. Зиратқан. Бұнда көп, ең сан жанның көп татарлар болған. Сол ішінде қазақтар, орыстар аз болған. Енді оны сендер менен артық білесіңдер. Бірақ сол Қызылжардың ортасында, дәл ортасында мұсылман зираты болған көке. Не айтуға болады бұдан кейін? Енді Мағжан демекші, Мағжан Жұмабаевтың бір түн жазған поэмасы Батыр Баянға арнап
опера жаздыңыз, е? Жоқ, жазған жоқпын мен. Жазған жоқсыз ба? Батыр баян дайын, соған қалай деп айтайық, сұраныс жоқ қазір. Сұраныс болса, менің дағы либреттосы жазылады. Мен бәрін нетіп алып, бұл опера болғанда опера болмайды. Бұл, мәселе, Қыз жібек опера дейміз ғой. Бұлай нетіп алғанда. Қыз жібек, бұл Қыз жібек мюзикл. Мюзикл дегеніміз не? Онда музыка мен диалог қатар жүреді. И мюзиклдің аяғы оптимистически бітеді. Бұлай нетіп. Мюзиклдің несі. Көбіне көп. Бұны осы 20 ғасырдың басында анау Нью-Йоркта, Гетта содан шыққан жаз. Негрлер ойнап, содан бары какой-то сюжет придумал, келіп, сондай үлкен бір жанрға айналған. Бірінші орында опера, потому что басына аяғына оларға. Оның ішінде барлық хор, оркестр, би, жеке әншілер. Ал мюзикл деген оперетта екінші орында. Бұнда да симфонизм, бұнда да жаңағыдай өте серьезный. Бұл енді әріректе дамыған, содан кейін дамыған. 18 ғасырдың басы, 19 ғасырдың аяғында. 19 ғасырдың басында, 18 ғасырдың аяғында. Ал мынау мюзикл үшінші орындағы по значимости, то есть по трудности. Ол 20 ғасырда. Сондай мюзикл сияқты жазуға болады Батыр баянды. Операны қазір ешкім тыңдамайды. Ол тыңдайды, потому что анау әбден сіңген классика, Верди, Чайковский, и то оның бәрін үзік бұлай жасайды мана. Осыны мен дайындығым бар, оған бар сияқты соған сұраныс керек. Оған әрине сондай адамдар шықса, потому что мен Арайластың деген мюзикл жаздым. Шақтылы, либреттосын Шахимардан Құсайынов, Шөмішев. Астана кімдер салды? Кімнің астанасы? Ол қалай? Это музыкальный комедия. Соның өзін музыкальный театр бар. Ешкім қойғысы келмейді, почему? Потому что жұмыс істеу керек. Енді қараңыз, 1936 жылы, представляете, Голодомор нағыз 1936 жылы, Қыз жібек. 34 жыл кешіңіз, 34 жылы қойылды. Біреуден ота білмейді аналар. Біреуден ота білмейді. 36 жылы Мәскеуде қойылды, бірінші декадада. Фурор, Сталин күләшті көріп, қазақшық Соловей деді. Құрманғазы оркестрі 33 жылы құрылды. Оперный театр 44 жылы қойылды. Әлі екінші опера, Абай операсы 1944 жылы жазылды. 1944 жылы қойылды. Абай, Жұбанов Хамиди, Мұхтар Әуезов либреттосын жазған. Қандай соғыс жүріп жатыр. 46 жылы Мұқан Төлебаевтың Біржан сарасы қойылды. Қажым Жұмабаев либреттосы Біржан сара. Үшеуі де классик. Қазір бәрі бар. Қайда кетіп жатыр ақша? Түсінікті. Ешкімнің қаперінде жоқ. Баяғы сол Перемаловым бұрын жазылған беріп қайталап осындай деп. Алға жылжу жоқ. Кәсібилік неде музыкада. Осы біз 31 жылдың ішінде мемлекет болған. Бір опера жазылған жоқ. Бір симфония жазылған жоқ. Бір балет, кәдімгі, бір спектакль қойылады, кәдімгі. Не сияқты, Қозғырық баянсыз сияқты. Енді Мағжанның жолдасы Бекмұхамед Серкебаевтың баласы Ермек атамызды көрдіңіз ғой, қандай тұлға еді? Ермек Серкебаев бұлар сондай
қиын кезде туған, қудалау, ату, жазалау, бірін-бірін көрсету, голодомор дейді, аштық кезіндегі. Сонда туған, 26 жыл туған, сонда неткен. Коммунистер екі сөзге келмейді, уже бекіп алғаннан кейін тек қана үш адам соттайды, атады. Не болмаса айдатады анау итжеккенге, Сібірге. Сондықтан бұл ұрпақ тек өздеріне ғана жұмыс істеді. Жаңа мен айттым, осы солтүстік Қазақстан сол кездің өзінде біздің тумамыз деп Ермек Серкебаев жақын тартып, мен сонда көрдім де ол кісінің осында келгенін, бірге болып. Ол кісі әлі оны түсіне қойған жоқ. Ол кісінің атағы дардай, андай бүкіл ел қайда барса дағы. Әрине оған көңіліне жақсы қарсы алған. Бірақ қазір болса, өмір сүріп тұрса, мына қазір дербес мемлекет болған кезде ол кісі басқаша ойлар еді. Ал балаларының бәрі кеше Байғали маған ұнағаны, Байғали Серкебаев Ермекұлы келіп, айтып, сөздерін айтып, өте жақсы. Ол республика күніне арналған концертте өнер көрсетті. Кеше сол ойнап, ол өте дарынды жігіт ойнап. Ал ана үлкен баласы бар, Алмас Серкебаев деген, бір оқыдық біз, композитор. Талантты жігіт болатын, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Брат мой Маугли деген кезінде балет жазған, рок, опера балет. Абай театрында қойылды, қазір ол Америкада тұрады. Менен бір жас кіші. То есть, неге нағыз совет адамы ол кезде, шешесі орыс, әкесі қазақ. Сондай балдар. Жәмила Серкебаева бар. Жаңа Дайдида оған қосылмаңыздар. Дайдида ол серік-серінен емес. Айта берсін, Мағжан деп айтса айта берсін, ол плюс Мағжан бізге. Жалпы Мағжан бұл жағынан әрине, поэзия жағынан Мағжан биік Сәкен ағамыздан. Сәкен ағамыз музыка жағынан Мағжаннан биік. Ақ қосат менің тұлпарым шалқысақы, дай-дай-дай-да-да-дай-дай-да-да-дай-да. Сәкеннің әндері. Бұлай, мен оған пендешілік болады, іштен айтпай-ақ қойын. Бала Жоламан Тұрсынбаев пен жазушы Ғабит Мүсіреповті таныстырған Сафуан Шемердинов қандай азамат еді? Үлкен жазушы. Пьесаға қойылды кезінде. Сосын өз құнын, өз бағасын өз білетін. Сондай аристократ адам болатын. Түрі де солақай. Бильярд, шахмат, кенет ойнайтын. Басы жұмыс істейтін. Сын бауырмал болатын. Бауырмал. Үйінде де болдым мен. Бірақ асып төгіліп, артынан шығып жатпайды. Ұстамды. О киген киімі, кірпияз. Ғабеңі тартып ұқсайды. Киген киімі, сөйлеген сөзі, кәдімгі бұлай сөйлейді, әкесі там шымшып өтеді, не тесіп өтеді, сондай. Мен төбелескенде көрдім оны, мырқымбайлармен ұштай алмай. Ғабең ондай бармай, олар төбелесті ғой кезінде, жас кезінде, видим. Бірақ Сафуан ағамыз, қалай десек, Алла тағала көп талант берген ол кісіге. Драматург, жазушы, сол Инештен бастап. Мына бұл жағынан келгенде Қызылорда облысы керемет көтереді өзінің адамдарын. Көтереміз, құрметтейді. Шөмішбай Шәріптің несі бар, көшесі бар. Кеңес Сүйсекеевтің музейі бар. Музей болғанда соның біріне берген облыстық неде. Сосын аттарын атап ылғи фестиваль өткізеді сонда.
Неге десеңіз, не бар әлі? Имандылық бар, сақталған. Имандылық болған жерде, имандылық дегенде, мен өзім әлі намаз оқимын 5 мезгіл. Өзім келдім, арақ ішпейсің, темекі тартпайсың, өтірік айтпайсың, үлкенді сыйлайсың, барын бар дейсің, жоғын жоқ дейсің. Ешқашқанда бір күн міндет артпайсың, бір күн дәмін жемейсің. Жоқ адамдарға көмектесесің. Міне, имандылық деген. Біз соған келе жатырмыз. Былай алып қарасақ, бәріміз қонақпыз бір-бірімізге. Міне Сафуан ағамыз бойы биік болатын, саусақтары салалы, сондай аристократ нағыз. Өкінішке орай бір ұлы Саян Шемирден ерте қайтыс болды. Авариядан. Енді қызы қалды, Индира по-моему қызының аты. Ол қызының аты қыз. Бағдат деген жеңешіміз кетті ау деймін. 21-ші жылы қайтыс болды. Сондай. Сол молодец, есте азаматсыңдар, соны еске алып көтеріп. Бұл қазір жағдай біз келеміз бе, келмейміз бе? Бірақ соны күнде-күнде уағыздап, Совет үкіметінің несі, ол несімен ұсталды. Несімен идеологиясы мықты болды. Көке анау мәшинесін ұстыраны екен ғой, ешкім білмейді қазір. Мәшинесі. Бір сүтке сағат 6-та тұрып, өшке тұратымыз. Сүтке. Айран, ет, бәрі олай алматты. Бір в одночасье құлады. Бір адам ешкім оны қолдаған жоқ. Даже члены политбюро, басшылар, коммунистер, тек қана Нина Андреева Советская Россияда жазды. Не могу поступиться с принципом. Бірақ адам басқа ешкім, в одночасье. Енді қазір орыстар мадағы, совет күйттік бейт, ғазвада. Ұрдым мен оның ғазвадасын. Өзіңіздің ағаңыз Еслам Зікібаевтың азаматтығы жайында. Кім дейсіз? Еслам Зікібаевтың азаматтығын айтсаңыз. Ол кісіге мен бір ғана ән жаздым. Бір ән жаздым. Есіл деген, есілге байланысты. Мен Есілім деген әнім бар. Есіл. Оны Ербол Шаймерден жазған. Нұржамал бір рет орындады осы авторлық кешімде. Меніңше дұрыс туған. Осыға бір ән жаздым. Өте-мөте өз елін, жерін егіле, төгіле жақсы көретін азамат еді. Зікібаев. Мына Есілдің жағасында өскен ғой, Өрнек деген ауылда. Өрнек деген ауыл жоқ қазір. Сондай азамат еді. Сосын өзінің осы жерлестерін көргенде араласып, әрқашанда құшақтап алып, жүріп барайық шанауға. Бірден отырып шай ішейікші деп манағы көпшіл болатын. Өкінішке орай көп жағдайды еске ала бермейміз, онда іздейтін адам болу керек. Іздейтін адам болу керек. Іздейтін адам болғанда кәдімгі бүгінгі ұрпаққа жеткізетін. Мен сабақ беремін колледжде, музыка колледжінде. Әбілахат Ясауиевті білмейді. Шәмші Қалдаяқтың әнін біледі, атын білмейді. Әсет Бейсеевті білмейді, Хасанғалиевті білмейді. Оны айтылатын жеткізетін кім? Әрине, мамандар жеткізетін. Әбілахат Ясауиев деген кім? Ол классик. Қазақ болуын ұстаған кезінде Шәмші де, Әбілахат та Ахат дейтіміз. Керемет адам болған, керемет болғанда өте білімдар, дарынды, қазақ өнерінің, қазақ әнінің классигі. Шәмші кәдімгідей оған басын иетін, Хасанғали басын иетін Ескендір ағамыз. Әсет те солай. Соның ешқандай бір атағы болмады. Мынау министрліктің тіпті бір грамотасы болған жоқ оған.
ал мынау әлгі Шәмшінің Қалдаяқовтың араласта болдық. Ол кісінің авторлық кешін өткізді мен бір рет. Қайтыс болған жетілеттік онда. Соны Қазақстан композитор одағы сол. Мен қатыстым. Сонда атақтап берген Шәмшіменен Әсетке ол Заманбек Нұрғаділ Қазақстанның халық артисіне берген. Өлгеннен кейін. Ал Шәмшіге берген Қазақстанның мәдениет қайраткері бергендер. Оны ол алған жоқ. Сондай заман болды. Қазір одан да қиындау болып кетті. Ал Ербол Шамириновтың азаматтығы жайында не дейсіз? Көзім көрдім. Ербол, мен оған бір ән жаздым, Есілім деген. Ақындығы табиғат берген, Алла тағала берген. Ол бір қанаты ақындық болса, екінші қанаты мемлекет жұмысында болды. Ол Қазақстанның әрі гербі, жалауы, символикасы туралы кітап жазған ең бірінші. Мен де мемлекеттік қызметте болдым. Әрине көп уақыты кетті, онсыз отбасында асыруға нетпейді. Бірақ бұл басы ақын болғанда бұл кісі оқығаны мол, білімдар, интеллектуал ақын, талантты ақын. Сондықтан да осы жігітті да, жасы менен кіші, 4-5 жас кіші, оны да сол елдің мақтанышы деп айтуға болады. Ел азамат деп. Енді көп емес шығар, бірақ сол бір 10 шақты адам бар, осы жақтан шыққан. Сол жаңағы Есләм Зекібаев ағамыздан бастап, жаңағы Мақсұтжан Әубәкіров аталмайды. Неге ол туралы бір, ол вице-министр болған адам. Сағат Әшімбаев министр болды дағы. Министр дейміз ғой, Қазақ телерадиосының төрағасы, бұл кісі соның орынбасары. Мықты тележурналист болған. Сосын орталық комитетте жұмыс істеген СКА-да. Вот сондай. Ал енді біздің әр нәрсенің басы бар, аяғы болады. Мен сөзімді аяқтай келем. Енді бір екі сұрақ қойып. Біздің толқынға көңіліңіз тола ма? Біздің толқынға көңіліңіз тола ма? Аға буын ретінде. Көңілім толады. Таланттар бар, Құдайға шүкір. Әншілер бар, күйшілер бар, ақындар бар. Мен ұмытып қалдым аттарын, бірақ жеке дара. Соны ұстайтын, басын қосатын. Және олар солтүстікте кез келген адам ақын болмайды. Кез келген ақын жазушы болмайды. Кез келген журналист жазушы болмайды. Мәселен, сенің Егемен Қазақстан журналистің Жақсыбай Самұратов. Үлкен дарын иесі. Мына өздерің бар тағы. Тек соны көре білу керек. Бірақ өкінішке орай олай емес қой. Жақсы сөз жарым ырыс дейді. Бір сөзбен нетіп отсаң, мен ауылға барсам, Жоламан Тұрсынбаев олар үшін түк емес. Алтынбек Қоразбаев келгенде жалғыз атын сойып тастайды. Жоламан Тұрсынбаев келгенде жалғыз тауығын да соймайды, мына бір тауығын да соймайды. Мына образно говоря. Мен оған нетпеймін әгі. Әрқашан мақтанам. Бірақ біз сондай ортада өстік. Бізді езгілеп езіп тастады. Даласында, ағашында, табиғатында, адамдарында еңсесін басып.
Енді адамды берген жауабына емес, сұрағына қарап бағалаймыз ғой. Осы сұхбатта қойылған сұрақтар көңілден шықты ма? Ол мүмкін емес. Мүмкін емес. Тіпті өмірдің өзегі нәрі не дегенде жауап бере алмайсың. Ол үшін өмір сүру керек. Ол өмірінің шынар басында ғана түсінесің өмір не екені. Өмірдің әр күні, өмірдің әр таңы не екенін. Абылай күнделікті өмірдің бітпейтін сияқты. Сол сияқты бүгінгі әңгімемізде рахмет келіп, жағдай сұрап беріп атқаныңызға. Мен әрқашанда дайынмын, әрқашанда қандай да болса кез келген уақытта сұхбат беруге даярмын. Білетінімді әрине, білмейтінімді айта алмаймын. Біз енді қалай десек, жаңа сұрақ қойдым, көңіліңіз толды ма деп. Сондықтан да кешегі айттым ғой, әнесенің басы бар, аяғы бар. Ғабең, Ғайып Мүсіреп 80 жылдығында көрдім алдында қандай екен. Ғабең де өтті, Сапекең де өтті, мен де өттім. Бірақ та менің бақытым тәуелсіз Қазақстанның таңын көрдім. Оған қолымнан келгенше қатыстым, қолымнан келгенше қызмет жасадым. Сондықтан да мен сөздерімді ақыннан асқан адамдар жоқ қой, осы сөз айтқанда. Мен ақын жұбанның мына шумағымен бітіргім келеді. Мен қазақпын, биікпін, байтақ елмін. Қайта тудым өмірге, қайта келдім. Мен мыңда бір тірілдім, мәңгі өлмеске. Айта бергім келеді, айта бергім. Ал енді уақыт бөлгеніңізге көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болайық. Сіздермен бірге болған Самұрат. Әр қазақ жүрсін жадырап.